Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Дінтану пәнінен бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы дін тарихының пәні, мәні және анықтамалары. Дәріс жоспары. Бірінші қарастырылатын сұрақ діннің пайда болуы мен қоғамдық құбылыстары. Екінші сұрақ діннің әлеуметтік, танымдық, психологиялық негіздері. Дінтану діннің шығуын, оның дамуын, әр алуан түрлерін зерттейтін ғылым. Дінтану пән есебінде немесе жеке ғылым жүйесі болып, 19 ғасырдың соңында пайда болып қалыптасты. Дінтану жеке басқа ғылымдардың салаларымен араласа отырып дамиды. Сол себепті де дінтанудың ішкі құрамы күрделі. Олардың ішінде ең бір басты орны философиялық мазмұны болып есептеледі. Себебі философия әмбебаптық көзқарас болғандықтан, оның жалпы заңдылық көзқарасы мен категориялары барлық ғылым салаларына тікелей қатынасы бар. Дінтануды ғылымның бір саласына жатқызғандықтан, философия оның негізгі жүйесі болып табылады. Екінші жағынан, дінтанудың негізгі пәні дін болғандықтан, діни көзқарас тікелей философиялық көзқараспен сәйкес келгендіктен, дінді діни философиялық пәнге де айналдырып қарастыруымызға болады. Сол себепті де діни философия мен философиялық дінтанудың ең негізгі теориялық тұрғысы болып табылады. Дінтанудың құрамына тағы да көптеген ғылымдар тікелей араласып, оның негізін құрайды. Олардың ішінде социология, психология, феноменология, діннің тарихы секілді бірнеше ғылымдар өз әсерін тигізеді. Дінтану сабағының басқа гуманитарлық пәндерден айырмашылығы мен оның маңызы мынада. Біріншіден, дін мәдениеттің негізгі жүйесінің бірі болғандықтан, діннің негізін білу әрбір адамға парыз іс. Екіншіден, дінтанусыз жалпы өмірге деген көзқарастың толық қалыптасуы мүмкін емес. Үшіншіден, гуманистік көзқарастың қалыптасуы тікелей дінге де байланысты болып келеді. Дінтану пәні қоғамдағы діни қауымдар мен мемлекеттік қатынастардың арасындағы байланыстардың, заңдардың жолдарын білуге, қайырымдылық, адамгершілікке тәрбиелеуді процесс ретінде оның жәрдемі өте зор. Дінтану пәні ар-ождан бостандығының мәні мен мағынасын білуге жәрдем береді. Дінтануға берілген бірнеше анықтамалар бар. Соның ішінде теологиялық анықтамаға келетін болсақ, теология сөзінің өзі грек тілінде теос құдай және логос ілім, сөз, ақыл деген мағынаны білдіреді. Теология құдай туралы дін ілімі, белгілі діннің ілімдерін жүйелеуі деген түсінік береді. Қандай да бір теологиялық көзқарастың түрлері болмасын, олардың бастарын біріктіретін бір амал иррационалдық көзқарас арқылы жүріп жатады. Қазіргі таңда дінтану өкілдерінің бір қатар анықтаулары бар. Теологиялық анықтама, философиялық, социологиялық, әлеуметтік, психологиялық және тағы да басқа болып кете береді. Теологиялық анықтама бойынша Құдай реалды күш және адам өзінің өмір сүру процесінде онымен қарым-қатынас жасайды. Теология анықтау болса, барлық анықтаудан ерте де бірінші болып есептеледі. Теология барлық үлкен діннің догмаларының системасы. Бұл системалық көзқарас бойынша діннің табиғатын сол діннің ішінен түсіндіргіші келуге тырыстырады. Яғни бір діни тәжірибе негіздейді. Дін дегеніміз Құдай мен адамның кездесуі деп түсіндіреді. Діни сезім қоғам дамуына, жеке адамдардың мінез құлқын жақсартуға, адамдарға рухани күш берудегі рөлі өте жоғары. Дін субъективті Құдаймен қатынас болса, ол объективтік қоғам тарихымен қатынаста болады. Протестант теологиясының өкілі Отто дін дегеніміз адамның киелі қасиетті басынан өткізу дейді. Дін Құдайдан келіп жатқан киелі күш есебінде анықтайды. Мұндай күштік сезімдер адамда туғаннан қалыптасады дейді. Дінтану жалпы келетін болсақ, жеке ғылым жүйесі болып 19 ғасырдың екінші жартысында қалыптасады. Дегенмен, дінтанудың қайнар көздері сонау орта ғасырлық христиан философтарының, мұсылман теологиясының құдайтанушылық ізденістерінен бастау алады деп айтуға болады. Дін әлемдік өркениеттегі барлық қоғамдық құрылыстарға тән тарихи, саяси, әлеуметтік, дүниетанымдық және психологиялық құбылыс. Ол сонау замандардан бері адамзатпен бірге жасасып келеді. Оны ең тұжырымды түрде
Құдай мен адамның ара қатынасы, адамның танымынан тыс күштердің барлығын мойындау және соған илану деп анықтауға болады. Дін құлшылық жолындағылар мен құдірет арасындағы бір байланыстың барлығына деген сенімге негізделеді. Және ол сенім белгілі бір діни ілім түрінде тұжырымдалып, тұрмыста діни салттар мен ғұрыптар түрінде көрініс береді. Ол құрылымдық жағынан діни сана, діни әрекет, діни ұйым болып табылады. Қандай да бір діни ұғым болмасын, оларды күрделі әлеуметтік құбылыс ретінде қарастырамыз. Дін деген ұғымның әлеуметтік белгілері мыналар болып табылады. Діни сана, діни ғибадат, діни іс-әрекет, діни қатынас және діни ұйымдар. Енді осыларға жеке-жеке тоқталып кететін болсақ, діни сана құрылымы, діни сенім, діни ілім, діни идеология. Діни сана күнделікті және концептуалды болып екі сатыға ажыратылады. Діни санаға, оның ішіндегі күнделікті сатысына діни түсініктер, дағдылар, қағидалар, діни дәстүрлер жатады. Ал екінші концептуалды деңгейде осылардың барлығы белгілі бір ізге түсіріліп, дін ілім сипатына ие болады. Оның теориялық негізі жасалады, ақиқаттығы дәлелденеді. Мұнымен теология және діни философия шұғылданады. Ал діни санаға келетін болсақ, әр тарихи кезеңде түрлі қоғамда әр түрлі дәрежеде қызмет атқарып көрініп отырады. Негізінен оның үш сатысын анықтауға болады. Бірінші сатысы діни сана қоғам санасында жетекші орын алады. Діни тұрмыс бүкіл қоғамның әлеуметтік тұрмысының құрамды бөлігі болады. Әлеуметтік қатынастарда діни сенімдер міндетті түрде ескеріледі. Үкімет билігі діни және азаматтық салалардан тұрады. Бұл процесс сакрализация деп аталады. Яғни латын тілінде сакра қасиетті деген мағынаны береді. Екіншісі сатысы діни сана қоғамдық санада басымдықпен көрінбейді. Одан азаматтық дүниетаным мен мәдениет озық тұрады. Діни қызмет барған сайын өзінің негізгі қызмет аясына дейін тарыла береді. Қоғамдық қатынастар діни қатынастардан оқшауланады. Бірақ діни тұтастық бұрынғысынша этностық тұтастыққа ұмтылады. Үшіншісі, діни сана қоғамдық ойға мейлінше азықпал жасайды. Діни қызмет тек діни ұйымдардың ісі болып қалады. Діни ортақтастық, этникалық, мемлекеттік тұтастық мәселесімен сәйкестігін жояды. Діни және азаматтық үкімет биліктері бір жола ажыратылады. Бұл процесті біздер секуляризация процесс деп атаймыз. Яғни секулярис латынша зайырлы деген мағына береді. Діни іс-әрекетке келетін болсақ, діни ғибадат, діни іс-әрекет ол әр түрлі объектілерге әсер етуге бағытталған рәміздік іс-әрекеттердің жиынтығы болып табылады. Діни ғибадаттық іс-әрекеттер және ғибадаттан тыс іс-әрекеттер болып бөлінеді. Ғибадаттық іс-әрекеттерге әр түрлі діни шығарма жазу, діни әдет-ғұрыптарын шығару, басқару жұмыстары жатады. Ал діни ғибадатқа діни сиқырлық бағыттағы әдет-ғұрыптар, рәсімдер, құрбандық шалу, ораза, құпиялар, дұға ету, сондай-ақ осы орайда пайдаланатын мазарлар, тағы басқа діни іс-әрекеттерді жатқызамыз. Діни ғибадаттық іс-әрекеттер ол діннің негізі және өмір сүру формасы. Діншіл мен діншіл емес адамды ажыратып көрсететін түрі. Керек болса, сол бір діншіл адамдардың діни сана сезімінің тереңділігі мен таяздығын көрсететін элемент болып табылады. Діни қатынасқа келетін болсақ, діни қатынас сол бір діни іс-әрекеттер арқылы рухани жағдайда жүріп жататын процестер. Діни қатынастың екі объектісі бар. Біріншісі діншіл адамдардың өзара қатынасы, екіншісі діншіл адамдардың киелі деген объектімен қатынасы. Адамдардың қатынасына ұқсас, діни қатынастар да күрделі. Жай көзбен қарағанда көптеген діни қатынастардың түрлерін көруге болады. Мысалы, табиғаттағы тірі немесе өлі заттармен, яғни тотемдік, мазар, крест, иконалар, бұларды біздер заттық қатынастарға жатқызамыз. Екіншісі образды қатынас, яғни Құдай образы, аруақ, жан, періште, рух. Үшіншісі тілдік семантикалық қатынас дейміз. Бұған әртүрлі киелі сөздер, асыл кітап сөздерін қайталау, мантра, Құран оқу секілділер жатқызамыз. Төртіншісі бұл жеке адам басына табыну, яғни жеке адамдарға пайғамбарлық, киелі деген мағына беріп, соған табыну болып табылады. Келесі бір діни ұйымдарға тоқталатын болсақ,
Бұл діни ұйымдар діни ғұрыптардың орталықтары, белгілі бір дінді ұстаушылардың бірлестігі. Діни ұйымдардың көлемі әртүрлі болып келеді. Мысалға, діни кішкентай секта, қауымда бір діннің миллиондаған бір діни ұйымдарына дейін құрылады. Кішкентай нәрседен, яғни үлкен ұйымға дейін алып барылады. Діни қауымдар діни және дінсіз іс-әрекеттер жасайды. Дінсіз іс-әрекеттерге әртүрлі ұйымдық басқарушылық, яғни діни кеңес, тексеру комиссиясы, білім беру бөлімдері, жоғары оқу орындары, баспаханалық ұйымдар жатқызамыз. Дінсіз іс-әрекеттер діни қауымдардың басын құрастырып отырады. Діни ұйымдардың негізгі атқаратын функциясы ол екеу. Біріншісі ұйымдастырушылық, екіншісі діни үгіт насихат, яғни модернизаторлық рөлдер. Ұйымдастырушылыққа мысалға қай жерден шіркеу ашу, шіркеу басына кімді жіберу деген секілді. Ал мына діни үгіт насихатты ол атайтып отқандай әртүрлі үгіт насихат жұмыстарын жүргізу. Себебі діни көзқарасты өзгертіп отыру, қоғамға бейімдеп отыру керек. Ал ол болса үлкен жұмыс болып табылады. Енді діни қауымға келетін болсақ, діни қауымдық ұйымдардың үш түрі бар. Олар шіркеу, секта және деноминация. Шіркеу дегеніміз діни ұйымның аты, дін адамдарының кәсіби қызметі, орталықтандырылған дербес институт. Шіркеу деп ғибадат ету үшін, яғни храмды айтамыз. Секта латынның ойлау тәсілі, ілім, бағыт деген мағынадағы сөзінен шыққан. Секта белгілі бір орнықты діни ілімге оппозициялық ағым, әлеуметтік, дүниетанымдық, ғұрыптық қарсылық түрінде пайда болады, тек өзінің ұстанған жолының дұрыстығына күмәнсіздігімен ерекшеленеді. Секталарға тән нәрсе өздерінің Құдайдың қалаулы адамдар екендігіне берік сенім, оқшауланушылық, ғұрыптарына ерекше беріктік, әдет ғұрыптарына, секта мүшелерінің тектігін жариялау болып табылады. Яғни секта осынысымен ерекшеленеді. Келесі түрі діни қауымдық ұйымдардың бұл деноминация. Латынның деномен, атын өзгерту деген мағына береді, сол сөзден шыққан. Деноминация не басқа діни бірлестіктерден бөлініп шығады, не әуелгі бастан дербес қалыптасады. Оған тән нәрсе мыналар: иланушылардың Құдайдың қалаулы пенделері екендігіне сенім, кез келген иланушының рухани қайта тууына деген сенім, оқшаулану міндетті деп саналмайды, қоғам өміріндегі және діни тұрмыстағы белсенділік, қауымның мүлтіксіз ұйымдық тәртібі, мүшелердің құқықтық теңдігі, басшыларының сайланбалылығы, яғни олар белгілі бір уақытта сайланып отырады, дін қызметшілері мен қатардағы құлшылық иелеріне бөлінбеу, сонымен бірге кәсіби ғұрып атқарушыларының болуы. Енді жалпылама айта кететін болсақ, қорыта келе, бұл дін туралы арнайы ғылымды біздер дінтану деп атаймыз. Дінді өзінің негізгі зерттеу нысандарының бірі ретінде қарайтын ғылым салалары көп. Десек те, дінтану ғылымы дінді теологиялық, философиялық, әлеуметтік, биологиялық, психологиялық және этнологиялық тұрғылардан бөліп қарастырылады. Теология терминінің өзі көне грек тілінде теос Құдай, логос ілім деген сөздерден шыққан. Теология немесе конфессионалдық ілім, яғни конфессия сөзінің өзі грек тілінен аударғанда конфессио, мойындау, ғибадат қылу, белгілі бір дінді мойындайтын діни бірлестік. Яғни теология немесе конфессионалдық ілім адам мен жаратушының, адам мен абсолюттің, адам мен біздің түсінігімізден тыс күштердің қатынасын зерттейді. Дінді оның қағидаларының өзіне сүйеніп негіздейді. Дінді философиялық, әлеуметтік тұрғыдан түсіну дегеніміз, оны қоғамдық сана мен дүниетанымының формасы, діни мәдениет түрінде көрінуі, белгілі бір әлеуметтік қызмет атқаратын құбылыс, діни идеология, діни мораль тұрғысынан қарастыру, дін және саясат мәселелерін зерттеу болып табылады. Ал ғылым дінді табиғи инстинкт, өмір үшін күрестің құралы деп санайды, және діндарлық геннің болуы ықтимал деген болжам жасайды. Осы мәселелерді зерттеуден діннің биологиялық анықтамасы шығады. Қандай дінді алмасақ та, оның негізінде адамның сезім дүниесі жатыр. Мұны психология ғылымы зерттейді. Осыдан діннің психологиялық айқындамасы шығады.
Дін этностардың оқшаулану факторларының бірі болып табылады. Және этнос мәдениетінің қалыптасуында айтарлықтай роль атқарады. Діннің осы қырын зерттеуден оның этнологиялық анықтамалары шығады. Яғни біздің жоғарыда қарастырылып айтылған нәрселердің барлығы дінді ғылыми тұрғыдан танудың тәсілдері болып табылады. Бірақ жеке-жеке алғанда дін деген не, ол қалай пайда болды, хақ дін деп қайсысын айтамыз деген тәрізді сұрақтарға толық жауап бере алмайды. Теология мен философияның өзі көзқарастар қайшылығы болып табылады. Сондықтан дінді әлемдегі құбылыстарды қабылдау мен түсіндірудің, әлемді тану мен меңгерудің өзіндік жолы жеке адамдардың және қоғамның маңызды құрамдас бөлігі немесе мәдени феномен тұрғысында қарастыру бізді діннің шын табиғатына бір қадам жуықтата түсетіні анық. Енді діни детерминизм деген ұғым бар. Бұған тоқтала кететін болсақ, діни детерминизм деп діннің шығуына, өмір сүруіне, дамуына тікелей ықпалын тигізетін жүйелік факторларды айтамыз. Бұл факторлардың өз ішінде әлеуметтік, психологиялық және гносеологиялық басқа да факторларды жатқызамыз.